На землю на парашютах. Сам носитель также совершил вертикальную посадку. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме. Әлемнің ең бай адамдарының бірі америкалық Джефф Безос ғарышқа ұшып барды. Жақын арада ғарышқа ұшу соншалықты қол жетпес арман секілді болмайды деп ойлаймын. Ал біздің елде алпауыт ғарыш айлағы болса да, үш қазағым ғана ғарышқа ұшып бару мүмкіндігіне ие. Армала шырты, бұл қара жәшік, біз бастаймыз. New Shepard ғарыш аппараты 1961 жылы су орбитаны алғаш рет айналып өткен америкалық астронавт Алан Шепардтың құрметіне аталған. 20 шілдеде ғарышқа аттанатын кемеде 6 адам болды. Бұған дейін New Shepard 15 рет 100 шақырымнан астам биіктікке көтерілген. Ал Джефф Безос болса 1994 жылы Amazon компаниясын негізін қалаған. Мамыр айында кәсіпкер 5 шілдеден бастап отставкаға кететінін мәлімдеген. Кәсіпкер ғарыш компаниясы секілді басқа жобаларға көбірек көңіл бөлгісі келетінін айтқан. Ол Bloomberg'тің миллиардерлер тізімінде бірінші орында тұр. Агенттік оның байлығын 187 миллиард доллар деп бағалаған. Forbes рейтингісінде ол француз миллиардері Бернар Арнодан кейін екінші орында тұр. Amazon негізін қалаушы кәсіпкер Джефф Безос өзі құрған Blue Origin компаниясының New Shepard кемесімен ғарышқа ұшып барды. Безоспен бірге оның інісі Марк, 18 жастағы жігіт пен 82 жастағы әжеде ғарышқа аттанып келген. Blue Origin компаниясын жариялаған байқауда нәтижелі өткен секілді. Себебі оның жеңімпазы ағайынды Безостармен бірге ғарышқа ұшу керек еді. Соңғы мәлімет бойынша аукционға әлемнің 140 елінен шамамен 6000 адам қатысқан. Нәтижесінде аукционда билетті 28 миллион долларға есімі аталмаған азамат сатып алды да, ұшу керек кезде жұмыс кестесі тығыз болуына байланысты барудан бас тартты. Ақыры жас жігіт жер шарын ғарыштан көруге мүмкіндікке ие болды. Аталмыш әрекетпен Джефф ғарышқа ең кәрі және ең жас адамды апарып, есімі тарихқа қалды десем қателеспеймін. Ал осы айдың басында ақштан басқа миллиардер Ричард Брэнсон мен 3 жолаушы ғарыштан жерге оралды. Брэнсон мінген ғарыш кемесі Нью-Мексико штатындағы шөлейттен ұшып 15 шақырымға дейін көкке көтерілді. Содан кейін саяхатшылар мінген Unity ғарыш ұшағы зымыраннан бөлініп шығып 90 шақырымға дейін биіктеді. Сапар 2 сағатқа созылды. Нәтижесінде екі бай америкалық азамат бір айда ғарышқа ұшып, әлемге қазіргі таңда кім ғарыш саласындағы держава екенін дәлелдеді. Совет одағы кезінде қанша рет талпынса да, бүгінгі күні Ресей инновация мен технология даму жағынан артта қалып отыр. Джефф пен Ричард технологиялық үрдістің дамуына өзіндік үлес қосып, көпшілік бай қуатты адамдарға үлгі көрсетті деп ойлаймын. Одан бөлек, өздері қаншалықты бай болса да, ғарышты көруге қарапайым бірнеше адамға да мүмкіндік туғызды. Ал Forbes тізіміндегі отандық миллиардерлер елдің дамуы үшін не қаңыраған халықтың жағдайын жақсарту үшін не істей алды? Бәлкім шамалы әрекеттері бар шығар, бірақ көзге көрінбейді, нәтижесі сезілмейді. Сәуір айындағы ақпаратқа сәйкес топ 10 миллиардерді есімізге алсақ. Бірінші орында Владимир Ким, дәулеті 4,7 миллиард ақш доллары. Екінші орында Вячеслав Ким, дәулеті 4,2 миллиард ақш доллары. Үшінші орында Михаил Ламтадзе, дәулеті 3,9 миллиард ақш доллары. Төртінші орында Болат Өтемұратов, дәулеті 3,5 миллиард ақш доллары. Бесінші орында Тимур Құлыбаев, дәулеті 2,9 миллиард ақш доллары. Алтыншы орында Динара Құлыбаева, дәулеті 2,9 миллиард ақш доллары. Жетінші орында Тимур Торлов, дәулеті 2 миллиард ақш доллары. Сегізінші орында Ибрагимовтер әулеті болса, дәулеті 980 миллион ақш доллары. Тоғызыншы орында Кеңес Рақышев, дәулеті 950 миллион ақш доллары. Ал 10-шы орында Сәрсеновтер әулеті, дәулеті 810 миллион ақш доллары. Сөзсіз, біреудің қалтасындағы ақшасын есептеуден аулақпыз. Әркім өзі жинаған қаржысына өзі жауапты шығар. Бірақ отандық миллиардерлер қаншалықты ақшаны қайдан және қалай тапты десеңізші. Аталмыш тізімдегі азаматтардың көбісі еліміздің аманатқа қалған жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды сату есебінен байыған деп ойлаймын.
Ең қызығы, пайдалы қазбаларды өңдеп, шикізат шығарып, содан нақты өнім шығарса, басқаша әңгіме болар еді. Әрі қарапайым қазағым да оларға көзқарастары басқа болар бәлкім. Бірақ сол қазбаларды не кен орындарын шетелдік компанияларға сатып, дайын өнімді басқалардан 5-10 есе қымбатқа сатып аламыз. Демек, бар табиғи байлығымызды ұтымды пайдаланбағандықтан халықтың ашуы мен ызасы көбейіп келеді. Джефф пен Ричард біздің Ким, Ибрагимовтар, Өтемұратовтар және басқа миллиардерлерден несімен артық дейсіз ғой. Бәлкім, Джефф үйді қажет ететін америкалық көп балалы, не әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға шағын аудан не қала соқпаған шығар. Бірақ әлемге танымал болып кететін интернет сайтын жасап, ақшқа қаншама салықтардан түсетін пайда көзін алып келді. Сонымен қатар, ол Американың мұнайын не басқа кен орындары арқасында байығанда емес. Ал біздің жағдайымыз қандай? Әлеуметтік экономикалық мәселелер бастан асады. Кедейшілік деңгейі артып, жағдайы төмен отбасылар көбейіп келеді. Кейбіреулер олардың мәселесін шешу миллиардерлердің шаруасы емес, үкіметтікі деп айтатын шығар. Ол дұрыс-ақ, келісемін. Бірақ сөздің шыны тереңде. Ойланып көріңіздер. Жарты ғасырдан аса елімізде Байқоңыр ғарыш айлағы Ресей тарапынан пайдаланып келеді. Ол жерден ғарышқа ең алғашқы адам Юрий Гагарин ұшқан еді. Одан бөлек үш батырымыз Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев пен Айдын Айымбетов бар. Ал осы естелік сәттерден, тарихқа енген оқиғалардан бөлек, еліміздің технологиялық, ғарыштық саласы дамыды деген ақпарат не факт естідіңіздер ме? Меніңше, осы уақыт ішінде тек Ресей зымырандарын ұшырып, экологиямызға теріс әсерін тигізіп, Байқоңыр қаласындағы жағдайда быт-шыт жасап, гептил төгумен ғана есте қалды. Ғарыш саласындағы даму үрдісі болса, тоқтаған жоқ. Осы бағыт бойынша Үндістан мен Қытай және басқа бірқатар елдер елеулі ілгері қадам жасап, дамып келеді. Демек, ұтымды орналасқан Байқоңырды шартты түрде басқа дамыған елдер де пайдалана алады. Біздің билік отанымызға тиімді шарт жасап, серіктестікті кеңейтуге болар еді. Бірақ қайдағы жоқ, Ресейге ондаған жылдарға жалға беріп қойды. Гагарин ғарышқа ұшуы 1,5 жылда іске асты. Ал бәйтерек, касса деп жүргенімізге қанша? 20 жыл толған шығар. Нәтижесінде Ресей үшін біз ғарыш саласында дамуымыз оларға кедергі келтіріп, ұтымсыз болып саналады. Қорытындылай келгенде, отандық миллиардерлер елдегі әлеуметтік экономикалық мәселелерді шетке қойып, Джефф пен Ричард сияқты елдің дамуы үшін басқа көмегін көрсете алар еді. Ой, осы ғарышты қойыңыздаршы. Олар қарапайым жұмыс орындарын көбірек жасап, заманауи өндіріс орындарын ашып жатса, қанша қазақ жұмыспен қамтамасыз етіледі. Одан бөлек, технологиялық үрдіс орнынан қозғалып, шамалы болса да оң нәтиже болар еді. Бірақ айтылғанның бәрі қиялдағы түс не ертегі секілді. Одан артық, қазағым арасында Билл Гейтс, Илон Маск, Цукерберг не басқа осыған ұқсас азамат пайда болады деп үміттенейік. Солар туғанда, жетістікке жеткенде ғана қазақтың бөркі аспанға ұшатын шығар. Амандықпен жүздесейік. Каналға жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді білдіріңіздер.